Қайырлы құрметті көрермен, бүгін дарынды балаларға арналған номер 11 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының дәстүрлі көктем балы. Сіздердің бұл жерде көріп тұрған атмосфераңыз осы көктем балының жылы, шұрайлы атмосферасы деп айта аламыз. Саламатсыз ба Аслан ағай? Бүгінгі дәстүрлі көктем балын енді көріп тұрғандарыңыздай сіздің арқаңызда, сіздің қажырлы еңбек жігеріңіздің арқасында өткізіп отырмыз. Жалпы бүгінгі күннің өзіңіз сезінген бір атмосферасын жағымды айтып кетсеңіз. Сәлематсыздар ма? Біріншіден менің арқамда емес, бұның ішінде бүкіл директордың, менің бастығым деп айтуға болады, Зәуреш Қайдарованың үлкен еңбегі бар. Айзада Жұмагелдіқызы, Гүлім деген тағы әріптесімнің еңбектері бар. Әрине балдарды өзім дайындадым. Бірақ та общий барлық жұмысында үлкен бастықтарымыз жүрді енді біріншіден. Екіншіден енді 15-ші жылы біз өткізгеннен кейін маған бір қатты қиындықта емес, неге десеңіздер, біздер дисциплина ғой, сол балдар бәрі үйреншікті, жыл сайын болатын сол қалыпта болғандықтан, менде үйреншікті дисциплина болғандықтан оңай болды. Оңай деп те айтуға да болмайды. Жұмыстандық қазіргі балалар ерекше, бөлек. Қазір бал дегенге, көктем вальсы дегенге қазіргі балдар бізде ерекше қарайды. Сол көзқарастары ерекше. Сондықтан керемет көңіл күйім де, репетицияда бәрі жақсы ойда өтті деп ойлаймын. Рахмет. Саламатсыз ба? Бүгінгі дарынды балаларға арналған Сәкен мектебінің дәстүрлі көктем балына қош келдіңіз. Жалпы сіз көктем балына ата-ана ретінде келіп тұрсыз ғой, Мен немеремнің әжесі ретінде келіп тұрмын. Немерем осы 11-ші мектепте оқиды, гимназияда. 9-шы Б классында оқиды сыныбында. Немерем Диляра Айтуғанова деген. Өте қуанышты, сондай бір толқыған сезімдемін. Үлкен бір жаңағыдай мероприятие болайын деп жатыр ғой. Енді ол балдар үшін да көптен әзірленіп, сол немереміз де соған өзі сондай бір қуанышпен әзірленіп, бүгін сондай күнге келіп, бәріміз өте қуанышты, сондай жағдайда отырып, үлкен мейрам деп, осы балдарымыз тек осылай жақсы оқып, үздік оқып, жақсы жерден тек әдемі болып көрініп, осындай жүре берсін дейміз, тек бейбітшілік, жақсылық тілейміз. Болашақта осылай тек өте жақсы мына жайық арена, тем более біздің Қазақстанның қазір биылғы өте ашылған осы залда болып жатыр, соған қуаныштымыз. Осы Қазақстан тек көркейе берсін. Қайырлы күн құрметті достар, бүгінгі балға, дәстүрлі балға қатысып отыр екенсіздер. Жалпы сіздерден азын шоғын интервью, яғни сұхбат алғымыз келіп тұр. Жалпы осы балдың атмосферасын қазіргі таңда қалай сезінудесіздер, және балға қанша жылдан бері қатысып келе жатырсыздар деген сияқты. Біздің балға қатысқанымызға 2 жыл болды. Балдың атмосферасы өте күшті. Менде кішкене қорқыныш бар. Билерді ұмытып қалам ба деп қорықтым кішкене. Біз 2 жыл қатарынан қатысып келе жатқан соң менде ондай көп қорқыныш жоқ. Өте жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет. Бүгін дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатында 15-ші дәстүрлі көктем балы өтті. Мына жерде көріп тұрған көктем балының атмосферасы сіздерге ұсынамыз.
құрметті ханымдар мен мырзалар, ұстаздар мен оқушылар, қадірменді қонақтар, міне барша тіршіліктің асыға күтетін ең тамаша мезгілі көктем де келіп жетті. Табиғат ана тағы бір құлпырып, сән салтанаты келісіп, төңірек гүлден күлімдеп тұр. Өйткені жердің құлпырып, теректің алуан түске боялып гүлденуі де, күннің жайлы, шуақты, әсем болуы да бәрі көктемде болады. балғын жастың болашағы да көктемде емес пе? Әрине елжас. Олай болса, көктемде баршамыздың асыға күткен дәстүрлі 15-ші көктем балы мерекесін ашық деп жариялаймыз. Индира, бал деген сөзді естігенде сен қандай әсерде боласың? Бал деген сөзді естігенде мен кино фильмдерден немесе әдебиеттен оқыған 18-19 ғасырдағы өмір көріністерін, зәулім сарай, үстелінде салтанатты киім, бастарына парик киіп, бір-біріне тәжім етіп, асықпай әңгімелесіп жүрген адамдарды елестетемін. Дұрыс айтасың. Құрметті көрермендер, ендеше бізде бүгін ғажайып би әлеміне саяхат жасап көрейік.
Рахмет. Кешімізді ары қарай жалғастырайық.
Құс боп ұшып берілдің бе көңілге, ақ қолымдай жүзалдың ба сен көлде. Міне, самғап енді ұшарсың, көңіл күйді тәует етсең сезімге.
мырзалар. Ұстаздар мен оқушылар, қадірменді қонақтар. Сиқырлы да ғажайып би әлеміне саяхатымыз аяқтала келді. Осыдан 14 жыл бұрын енгізілген көктем вальсы атты шараның басты мақсаты би арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын кеңейту, әдемілікке, сымбаттылыққа. Айдарбек қызы Айназ Салауат Мансур, Базарбаева Замира, Капес Амирхан, Серік Айым Сайынов Дәурен, Жеңіс Айша, Есқалиев Ансар, Жарылғап Қаракөз Ақылбек Әли, Меңжан Ақнұр, Есентайұлы Инал, Шайдолла Нұрдана Мақсот Райымбек, Бердеш Айша Бибі, Ерқабылов Аманғали, Серікқали Ботагөз Сагинов Мади, Тимірбулатова Аружан, Омар Али Султан, Дидар қызы Ұлзада Төкес Досхан, Амангалиева Нурила Жігер Батырхан, 10-шы сынып оқушыларын қарсы алайық. Жексен қызы Динұр Наурызбай Бегарыс, Жолдыз Шұғыла Байдулиев Дәулет, Замирбек Аружан Төлегенов Диан, Ерболат Кәусәр Бағаев Рустам, Жұмағазы Айназ Қалимолла Әліби, Мұрат Айсәуле Нұрметжан Нұралы, Хамид Айша Паншкалиев Данел, Чулигенова Мадина Мақсұт Айбар, Шектібаева Аиша Марат Нұраділ, Мәлік Элеонора Мақсұт Ена, Нохат Дина Дүйсенғали Райымбек, Қосыбай Ақтіле Еркинов Елнұр, Бақыт Ақерке Қуандық Ансар, Құрманбаева Аружан Жолдықайым Мұрадым, Тельман Мери Мақсот Баянды, Бақытжан Аниса Тимирбулат Рахман, Тілепқабыл қызы Жаннұр Сағындық Әмир, Ғалымжан Жасмина Темірғалиев Дамир, Жумашева Айнар Темірғали Шыңғыс, Жас Қайрат Инабат Руслан Данияр, Нұрмұғамед Инабат Серікқали Аяжан, Сапарғали Айнара Базарғали Саят, Елемес Айшакүл Ахметжан Арнұр, Қажмұқан Дана Гарифулла Ерасыл, Бақытжанова Зарина Айболатұлы Нұрдәулет, Тұрарбек Нұрайым Салаватов Алихан, Бақтыгерей Инабат Иманбай Жанади, Амангелдина Тамила Ербол Мирас, Әділ Венера Инят Темірлан, Серік Гүлім Есқазиев Элдар. Алдарыңызда 9-шы сынып оқушылары Мүттиғолла Шұғыла Біржан Құдырет, Инсанова Дилана Еділ Нұржан, Хасен Айзере Жаслан Таймас, Өтеген Жаннұр Жұмағали Нұрбек, Канаева Салтанат Рахметолла Ахмет, Ақболатова Айлана Шоқат Саят, Лоқат Алина Бауыржан Әміржан, Мұрат Аяру Құдайберген Алдияр, Айтуганова Диляра Ханзин Алинур, Ерназар Айша Мендіғали Адияр, Орынтай Ханшайым Сейфолла Нұрдәулет, Тілеген Ақерке Айдарұлы Қыдырәлі, Иманбай Жамбылда Сейсенғали Шыңғыс, Жаппарова Диляра Дамусинов Темірлан, Аскарова Азиза Калиолла Тайман, Аймуханова Альфира Баймұрат Хантөре, Құмар Жансая Утеш Азамат, Мухаммедалина Адева Күшербаев Ералы, Марат Әсел Керев Арсен, Бақтыгерей Назым Ерсайын Азиз, Газезова Мадина Бакитжан Әміржан,
8-ші сынып оқушыларын қарсы алайық. Айдарбек, Жібек, Аюп, Мансур, Жанияр, Нұрайым, Жақып, Алдияр, Махмутова, Фарида, Мақсот, Айқын, Мұхаммед, Итжу, Жеңіс, Диас, Хамитова, Назира, Сайын, Шыңғысхан, Болат, Зерделі, Бакиев, Жансерік, Шбаналиева, Інжу, Жамбулат, Мадижан, Кажмухан, Гафура, Қалау, Имран, Замир, Арун, Наурызбай, Нұрасыл, Кенжалиева, Айша, Оразалы, Айбек, Катимулиева, Айсәуле, Бақтығали, Ернат, Хасан, Малика, Есенғали, Нұрали, Талғат, Ақбота, Бейбіт, Ақылжан, Арман қызы әдемі Махамбет, Мансур, Орынбай, Кәусар, Нығмет, Мұстафа, Жеңіс, Айгөркен, Ермек, Алихан, Жұмагалиева, Амина, Жұмагалиев, Ибрагим, ортаға бүгінгі кешімізге белсене қатысқан ұстаздарымызды шақырамыз. Гизатов Жақсымбет Зейнекейұлы, математика пәні мұғалімі, Суханова Гүлшат Рахимовна, директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, Балмұқан Жұмабай Туғайұлы, директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары, Тастемирова Айболсын Тастемировна, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Абу Шайхолла Сәбиұлы, ағаш шебері, Сағынбаева Ақберген Тұрғанбекқызы, сынып кураторы, Жақыбалиев Серік Рахымұлы, домбыра класының мұғалімі, Зейнулла Аяру Берікқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Оразов Қанат Орынтайұлы, көркем сурет класының мұғалімі, Казиханова Эльмира Бисембаевна, химия пәні мұғалімі, Нығметов Жәдігер Мендағұлы, көркем сурет класының мұғалімі, Жоламанова Мерует Серіковна, ағылшын тілі пәні мұғалімі, Алышев Бауыржан Сағынұлы, тарих пәні мұғалімі, Имашева Динара Иманбаевна, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Рахметов Амантай Орынғалиұлы, құқық пәні мұғалімі, Зулкашева Шынар Мулкаевна, мектеп директоры, Әлмұқан Асқар Сатыбайұлы, тарих пәні мұғалімі, Максумова Самзагүл Төлегенна, директордың ғылыми әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары, Убишев Ыбырайым Қуанышбайұлы, дене шынықтыру пәні мұғалімі, Ильясова Жұмагүл Жанабергенна, педагог-психолог, Кульбаев Ербол Айтбайұлы, интернат тәрбиешісі, Исказила Қарлаш Адинна, кәсіби бағдар беруші, Қаратаев Ерлан Мәліпұлы, домбыра класының мұғалімі, Мұнжасова Нария Сүлейменовна, математика пәні мұғалімі, Тюмев Рустам Йософұлы, алғашқы әскери технологиялық дайындық пәні мұғалімі, Төлешева Айнура Сәрсекенна, математика пәні мұғалімі, Айсагалиев Әлімбек Саветович, математика пәні мұғалімі, Мұғалимова Гүлназ Иманғазиевна, математика пәні мұғалімі, Орынбай Елжас Мендешұлы, тарих пәні мұғалімі, Зубкарова Тұрсынай Нұрболатовна, тарих пәні мұғалімі, Хайруллин Мержан Ержанұлы, инженер жабдықтаушы,
классы ұйымдастырушы педагог. Сүйінғалиев Алихан Ізбасарұлы, домбыра классының мұғалімі. Төлеген Бибігүл Сансызбайқызы, әлеуметтік педагог. Иманғалиев Марат Мансурұлы, көркем еңбек пәні мұғалімі. Ахметулиева Тұрсынгүл Алмасына, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Кайырғазиев Дархан Тоғжанұлы, зертханашы. Кейшева Венера Нұрланна, физика пәні мұғалімі. Қошеметтеп қарсы алайық. Және бүгінгі балды әдемі композициямен ашып берген хореография бөлімінің оқушылары Абзал қызы Айрке, Бейсенбай Аяру, Ғаділбек Айсезім, Жанболат Мөлдір, Исатай Назым, Көбектеева Айлана, Сабырғали Амира, Темірханова Каусар, Шәріп Аяулым, Хайлиева Асылзада, Аманғали Каусар, Анарбекова Дана, Алиева Адина, Құралбай Каусар, Құрақ Сезім, Есекеті Камила, Бекболатова Наз, Уәжір Инкар, Оразғали Аруна, Кадемова Амина. Ортаға өздеріңізге осындай әдемі де ғажайып кеш сыйлаған мектебіміздің хореографтары Айзада Жұмагелдіқызы мен Аслан Сержанұлын шақырамыз. Құрметті көрермендер, ендігі кезеңде бүгінгі шараның өтуіне атсалысқан демеушілерімізді атап, ризашылығымызды білдіруге рұқсат етіңіздер. Қамқоршылық кеңес мүшелері Хусайынова Тойған Серековна, Сергазиев Асқар Женасович, Менжанов Мереке Орынтаевич, және Импа Сапаралиев, Ақылжан, Дюсенова, Бигайдарова, Қыдырет, Спутниктова, Шадманов, Нураев, Интекстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестік, D+, Микс Прайс Орал дүкені. Қадірменді көрермендер, қалыптасқан дәстүр бойынша кеш соңында осы шараға қатысқан әрбір сыныптан үздік жұп анықталып, марапатталады. Олай болса, жеңімпаздарымызды марапаттау үшін сахна төрінде қадірлі қонақтарымызды шақырамыз. Қамқоршылық кеңес мүшесі Хусайынова Тойған Серековна, Мектеп директоры Зулкашева Шынар Мукаевна, өнер мектебінің меңгерушісі, Көктем балы жобасының қоюшы режиссері Хусайынова Зауреш Қайдаровна, сыныптар арасында үздік жұп дипломымен Аюб Мансур Айдарбек Жібек марапатталады. Қошеметтеп қояйық.
9-шы сыныптар арасында үздік жұп дипломмен Еділ Нұржан Ихсанова Дилана марапатталады. Қол соғайық. Бірінші сыныптар арасында үздік жұп дипломмен Сапиолла Ернар Галимова Айнара марапатталады. Көктем бала 2025 атты мәдени шарасында белсенділік танытып, көрерменнің көзіне ерекше түскен жұпқа ұйымдастыру комитеті шабыт номинациясын тағайындаған болатын. Ендеше шабыт номинациясымен оқушылар арасында Файзолла Ақкербез Сейілхан Ерасыл марапатталады. Келесі марапатты табыстау үшін сахнаға былтырғы 2024 жылғы би кешінің ұстаздар арасындағы жеңімпаздары Изатов Жақсымбек Зейнекейұлы мен Суханова Гүлшат Рахимовны шақырамыз. Үздік жұп дипломмен Мугалиева Гүлназ Имангазиевна Айсагалиев Алибек Советович марапатталады. Қошеметтеп қояйық.
11 жылғы көктем балының қатысушысы. Сөз кезегі Құсайынова Тойлын Серікұлына мен Шынар Нұтқайызына беріледі. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, қадірлі қонақтар, құрметті ардагер ұстаздар, аяулы әріптестер, мектеп ұжымы және біздің қымбатты ата-аналарымыз, оқушыларымыз, бүгін 100 жыл тарихы бар Сәкен мектебі ерекше сән салтанатты кеште бас қосып отырмыз. Бұл көктеммен бірге келетін сұлулықтың, нәзіктіктің, жастықтың, шаттықтың мерекесі көктем балы. Бұл сансыз шәкірттердің арманға ұмтылған жолы. Бұл мектеп ұстаздарының, өнер мектебі ұстаздарының өлшеусіз еңбегі, мектебіміздің мәдени жарқын шежіресі. Көріп отырғандарыңыздай, біздің әсем балаларымыз бүгін өздерін жан-жақты дамыған екенін көрсетті. Әсемдікке, мәдениетке жақын екендерін көрсетіп отыр. Біз әрине қуаныштымыз. Біліммен бірге, өнерді бірге алып жүрген шәкірттерімізге қошемет. Біздің ортамызда осы Сәкен мектебін дамуына үлес қосқан ардагер ұстаздар отыр. Біздің ең бірінші қолдаушыларымыз бен жанашырларымыз. Сіздің жолыңыз, сіздің сара жолыңыз бізге үлгі. Бүгін бізбен бірге осындай қуанышты сәтте отырғандарыңызға мың алғыс айтамыз. Бүгін бізбен бірге ата-аналар отыр. Бірге атсалыстық. Осындай тамаша кешті балаларымызға біз бірге сыйладық. Осы оқушы, мұғалім, ата-ана одағының біріккен шарасы мәресіне жеткендей, бірақ осы кешті ұйымдастыруға, осындай тамаша еткізіп өткізуге мүмкіндік жасағандарыңыз үшін мың алғыс айтамыз. Мың алғыс біздің қамқоршылық кеңес мүшелеріне қолдау көрсеткен. Мың алғыс біздің демеушілерімізге. Қошемет. Балаларымыз 190-ға жуық оқушы осы көктем балына қатысып отыр. Жаңа ең басында бейне баянда айтқандай, негізі өнер классы 1950-60 жылдары қалыптасқан екен. Бірінші 4 дауысты хор, одан кейін үрмелі аспапты оркестр, би үйірмелері болған. Соның жалғасы мына 90 жылдары ашылған өнер мектебі. Қазіргі таңда 2011 жылдан бері қарай осы көктем вальсы ұйымдастырылып, қазір көктем балына үлкен шараға айналды. Енді оқушыларымызға айтарымыз, сіздердің осы бүгінгі кеш сіздердің өмірлік жолыңыздағы ұмытылмас сәт боларына біздер сенімдіміз. Мұндай шара сіздерді біріктіреді, ынтымақтастыққа, достыққа үйретеді, мәдениетті болуға үйретеді. Соның бәрін сіздер осы кештен алдыңыздар деп ойлаймыз. Бүгінгі вальста жасаған әр қадамыңыз ертеңгі болашағымызға сенімді адымға айналсын деп тілек айтамыз. Осындай жарқын, осындай әсем балаларымызбен мақтанамыз. Баршаңызға бізбен бірге болып, қуанышты сәтте бірге болғандарыңызға, қолдау көрсеткендеріңізге көп мектеп ұжымы атынан алғыс білдіремін.
құрметті облысымыздағы дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы қаламыздағы номері 11-ші мектеп кешенінің ұжымы, ата-аналар және осы керемет әсерлі кешті өткізуге атсалысқан Аслан Сержанұлы мен Айзада Жұмагелді қызына алғысымызды ата-аналар атынан, қамқоршылық кеңес мүшелері атынан алғысымды білдіремін. Балаларыма айтарым, балаларым енді рахмет сіздерге осындай керемет кеште біздерге керемет әсерлі көрініс көрсеттіңіздер. Мына келіп отқан қонақтар жақсы демалды. Әрдайым осындай ортаның алдында ақылды, білімді, осындай өнерлерімен халықты сүйсіндіріп аман жүріңіздер. Сіздерге ақ жол тілеймін, балаларым. Рахмет. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сиқырлы да ғажайып би әлеміне жасаған бүгінгі саяхатымыз аяқталғалы отыр. Осы кеш өздеріңізге көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, жақсы әсер қалдырды деген оймен біз бүгінгі кештің жүргізушілері Индира Аманжолова мен Елжас Орынбай Көктем вальсы 2026 би кешінде кездескенше сау болыңыздар дейміз. Міне осымен дәстүрлі көктем балы өз мәресіне жетті. Алдарыңызда көріп тұрған бұл көктем балының өте ерекше, керемет, оқушылар үшін өте ыстық атмосферасы.